Трегінде заманауи поп әуен мен қазақы нақышты үндестіре білетін еңліктің шығармашылық жолы 2021 жылы басталды. Содан бері оның кез келген туындысы сөзсіз хит. Феминизм, еркіндік, сезім, философия. Оның әрбір әні көпке ой салмай қоймайды. Оның ерекшелігі де сол. Енді міне өнер иесі алғашқы жеке концертін өткізіп отыр. Алайда аудиториясының ауқымына қарамастан еңлік жеке кешін кішігірім етіп ұйымдастырған. Әсерімді жеткізе алмайтын шығармын, себебі біз бүкіл командамен бұны көп жыл күттік, қатты қорқақтадық. Басында сол 4 жыл болды ғой, өстіп ән айтып жүргеніме. Сондықтан алғашқы концерт болғаннан кейін уайымда болды. 2025 жыл еңлік үшін жемісті болды. Жеке кешінен бөлек музыкант өзінің People атты алғашқы альбомын жарыққа шығарды. Еске салсақ, ондағы мейлі трегі Қазақстан ғана емес, күллі ТМД ақышқа дейін таралып, әлеуметтік желіде хитке айналған еді. Сондай нәтиже күттіңіз бе? Негізі жоқ, бірақ әрине жазған кезде бар күшімізді салуға тырыстық. Бірақ ондай үлкен бір назарға ие боламыз деп ойламадық. Сондықтан қуаныштымыз. Бұл кеште еңліктен өзге сахнадан оның әріптестері де табылды. Адуынды әнші Рауана мен Пил, Шиза мен I Can Believe, Кока тректерін, сондай-ақ Әлнасыр мен 16 қыз туындысын шырқады. Еңлік қазір Құдай қаласа қазақ атын, қазақ дауысын, қазақ үнін, қазақ тілін әлемге шығаратын қыздардың бірі. Мен оған қатты кәміл сенем. Ал кештің басты қонағы мэтр Жұбаныш Жексенұлы болды. Музыкантты бұл кештен көремін деп ешкім ойламағаны анық. Еңлік қарындасыңыздың өнерін кәсіби артист ретінде қалай бағалайсыз? Біз осыдан біраз жылдар бұрын рэп қазақша жараспайды деп мен өзім жеке басым өзімді сөйтіп ойлайтынмын. Ал енді қазір еңліктерден кейін қазақ тілі рэп жалпы қазақ тілі үшін деген деп қаласың ғой. Көпшілік Жұбаныш Жексенұлы мен еңліктің фитінен үмітті еді. Алайда мұндай қалап уақыттың еншісінде. Осы сәт пайдаланып Жұбаныш ағаға рахмет айтқым келеді. Келіп, мені қолдап әнін айтқанына, сол мен бүгін бақыттымын. Мен енді еркелетіп еңличок деймін. Қаршадай қазақтың біздің музыканың қарлығашы ғой. Тупақтай оқиды ғой. Еңлік концертте трек-листегі 23 әнді түгелдей жанды дауыста орындады. 2 сағатқа созылған кеш көрермен үшін 20 минуттай өте шықты. Айта кетейік, шараға жиналған 2000-ға жуық тыңдарман арасында жұлдыздар да жетерлік. Еңлікті алғашқы әні шыққаннан бастап тыңдаймын. Ең жақсы фанатым десем болады. Творчество ұнайды. Бүгін концерт дегеннен кейін келдім. Ешкім шақырған жоқ. Білесіз, обычно билет сатайын деп едік дейді. Бұл кісіге билет сторисқа салып, сатқызу керек жоқ. Дәл осы концертті мен ұзақ күттім, және өте қатты қуаныштымын. Енді қазіргі таңда соңғы шыққан альбомын прям сүйіп, повтормен тыңдап жүрмін ғой.